41-де 7-ші есеп берілген өрнектің туындысы болатындай қандай да бір f от x функциясының формуласын жазыңдар деп беріліпті. Мынау сонда бізде берілгені мынау fx тең болады мынау f'(x). Мынау бізде туындысы болып тұр. Бізде бір функция берілген, fx туындысы берілген, fx функциясы берілген ғой. Одан туынды алынған, иә? Туындысы бізде мынаған тең болып тұр. Енді бізде мына бастапқы функцияны тап деп тұр, ол қалай екенін. Олай болса бастапқы функцияны табатын болсақ, fx мына 4 дейміз, x дейміз, мына дәрежесі 3 қой. Ол дәрежесіне 3-ке керісінше туындалған кезде дәрежесіне бірді азайтатын едік қой. Ал енді керісінше мына дәрежесіне бір функция беріліп, одан туындалатын болсақ, дәрежесіне бірді азайтатын едік. Енді оның бірінші ең басындағы функцияны табу үшін не істейміз? Дәрежесіне керісінше бірді қосамыз. Мана азайтқан бірімізді қосамыз. Сосын осыны 3 қосылған 1-ді бөлшектің бөліміне жазамыз. 3 қосылған 1 деп. Келесі, мына жерде 6 x-тің квадраты ғой, оған мен 1-ді қосамын, x квадрат 2-ге қосам 1-ді, оны бөлшектің бөліміне жазамын. 2 қосылған 1 деп. Келесі азайтылған. Бізде мысалға 3x деп келіп осыдан туындалған кезде бізде сан 3 шығатын еді ғой. Немесе 7 түбір астында 7x десе осының туындысы ол 7-ге тең болады еді. Бізде сан тұр. Демек оның туындысы басында алғашқы функциясы оның бастапқы түрдегісі ол 2 түбір асты 3x болған. Содан біз туындалған кезде x жойылып кетеді, x-дің туындысы 1-ге тең ғой енді. Ол 2,10-нан 3-ге көбейтіліп, 2 түбір асты 3-ге көбейтіліп, осы нәрсе шығады еді, иә? Енді плюс бірақ с дейміз. С дегенімізде ол тұрақты бір сан. Мүмкін осы жерде 3 болды ма, 4 болды ма, мүмкін 7 болды ма, немесе түбір асты 8 болды ма деген сияқты, иә? Енді бұған есептейік, тең болады. Мына бізде 4, x-тің 3-ге 1-ді қосам, 4 дәрежесі, бөлшектің бөлімінде 4. Қосылған 6, x-тің 2-ге 1-ді қосам 3, бөлшектің бөлімінде 2 қосылған 1, 3. Азайтылған 2 түбір асты 3x плюс с. Тең болады. Тең. Мына жерде 4 пен 4 қысқарып кетеді, x-тің 4 дәрежесі шығады. 6-ға 3-ті бөлем, 2 қалады, 2x квадрат. 2x куб. Азайтылған 2 түбір асты 3x плюс с болады екен. Сонда ең бірінші бізде мына туындысы берілді, оның алғашқы функциясы қандай екен? Ол мына түрде болады екен, иә? Алғашқы функциясы x-тің 4 дәрежесі қосылған 2x-тің кубы, азайтылған 2 түбір асты 3x плюс с. С дегеніміз енді кез келген сан. Мысалға, мына жерде 4 болуы мүмкін, немесе 7 болуы мүмкін, немесе 8 болуы мүмкін, әйтеуір бір сан болуы мүмкін, иә? Енді мысалы осы функциямен мына берілген функциямен туындалайыншы, мынаған тең бола ма екен көрейік, иә? Туындысын табайын, f'(x) тең болады. Мынаның туындысын алып көрейін қызыққа, иә? Мысалы мына жерде сан деп айттым ғой. Сонда мына жерде x-тің 4 дәрежесі 4 алдына түседі, сосын дәрежеден 1 азайтылады. x-тің 4-тен 1 дәрежесі 3 болады. Келесі, мына жерде 2x-тің 3 дәрежесін туындасам 3 алдына түседі, 2 көбейтіледі 6 болады. Сосын x деймде 3-тен 1-ді азайтам 2 қалады. Енді келесі мына 2 түбір асты 3 көбейтілген x-тің туындысы, мына x-тің туындысы 1-ге тең, оны минус 2 түбір асты 3-ге көбейтсем, бәрібір минус 2 түбір асты 3-тің өзі болады, иә? Минус 2 түбір асты 3 болады. Келесі санның туындысы ол 0-ге тең. 0-ді жазып керек емес, плюс 0 деп жазғаннан еш нәрсе өзгермейді. Сонда бізде берілгенде қайта мына берілген туындыны алып тұрмыз, иә? Демек, ең бірінші оның алғашқы функциясы мына берілген туынды алмастан бұрын оның алғашқы функциясы мынаған тең болған екен. Одан кейін туынды алып мынаны тапқан екен, иә? Келесі бізде мынау бізде f'(x) осыған тең болып тұр, туындысы ғой енді. Мына қандай да бір функция берілген бізге, мынандай бір функция берілген екен. Осыдан туындалған кезде мынаған тең болып тұр. Енді біз мынаны табуымыз керек, басында ол қандай функция болғанын. Олай болса f(x) дегеніміз мынаны табу үшін істейміз. Біз туынды табатын кезде дәрежесінен 1-ді азайтатын едік қой. Енді керісінше мына туынды емес алғашқы функциясын табу үшін дәрежесіне 1-ді қосамыз. Сонда мына жерде 2-ден 1 көбейтілген x деймізде мына 3-ке 1-ді қосам. Сосын бөлшектің бөліміне 3 қосылған 1 дейм. Келесі минус дейм 3 x-тің квадраты, иә? Оған 1-ді қосам, және соны бөлемін 2 қосылған 1-ге. Келесі азайту дейм, түбір асты 3
x-тің мына жерде 1 дәрежесі бар ғой. Оған қосам 1-ді. Бөлшектің бөліміне соны жазамын. 1 қосылған 1 деп. Енді плюс с деп жазуымыз керек. Плюс с деген ол сан ғой, бір қандай да бір, иә. Енді тең болады. Арға есептейік. Мынау бізде 2-ден 1 көбейтілген. Мынау x-тің 3-ке 1-ді қоссақ 4 дәрежесі, бөлшектің бөлімінде 4. Келесі азайтылған 3 x-тің 3 дәрежесі болады, бөлшектің бөлімінде 3. Келесі азайту. Бұл жерде түбір асты 3, x-тің 1-ге 1-ді қоссақ 2, бөлшектің бөлімінде 1 қосылған 1, 2. Келесі плюс с. Сонда бұл жерде 2-ден 1-ге 4-ті көтсем 8, x-тің 4 дәрежесі. Келесі азайтылған мына 3 пен 3 қысқарып кетеді, x-тің кубы болады. Келесі азайту, мына жерде түбір асты 3, x-тің квадраты бөлінген 2 плюс с. Осы түрде болды, иә. Бүйтіп мына жерде мынандай болып қойшы, епсек шатысып кетесің, иә. Сонда осындай түрде болады екен, иә. Енді с деген қандай да бір сан мүмкін, 7 дейтін сан болуы мүмкін, түбір асты 18 дейтін болуы мүмкін, иә. Әлде пи дейтін немесе сан болуы мүмкін. Сонда осындай өрнек шығады екен. Мысалға, енді біз сонда мына f x дейтін бастапқы бізде функциямыз x-тің 4 дәрежесі бөлінген 8 минус x куб минус түбір асты 3 x квадрат бөлінген 2 плюс с дейтін бір қандай да бір функция болған екен. Осыдан егер біз қазір туынды алатын болсақ, мынаны аламыз. Бізге туындысын беріп қойған, енді біз алғашқы функцияны таптық еді, біз мінекей таптық. Енді қазір мысалға сіздердің көздерінше, осы алғашқы белгілі мына функциядан туынды алсақ, мынаған тең болады. Осыны қазір дәлелдеп көрсетейін. Мына туынды аламыз. f штрих x тең болады. Мына дәреже 4 алдына түседі. 4 алдына түседі көбейтілген. x деймде дәрежеден 1-ді азайтамын. 4-тен 1-ді азайтып 3 қалады, иә. Туындысын тауып отырмын енді. Бөлінген жерде 8. Азайтылған. Мына 3 алдына түседі 3 болады. Сосын x-тің дәрежесінен 1-ді азайтамыз. 3-тен 1-ді азайтамыз, сонда 2 қалады, иә. Келесі, мына жерде 2 алдына түседі минус 2 көбейтілген түбір асты 3. x-тің дәрежесі 2, одан 1-ді азайтсам 1 қалады. Сонда x-тің 1 дәрежесі стандарт бойынша жазылмайды, иә. Бөлшектің бөлімінде 2 бар. Қосылған с дейтін мысалы с дейтін сан дегеніміз 8 болуы мүмкін, с дегеніміз немесе с дегеніміз түбір асты 7 болуы мүмкін, немесе с пиге тең болуы мүмкін. Бәрібір сан одан туындалсақ ол 0 болады, иә. Сонда мына 4 пен 8 қысқарып кетеді, мына жерде, иә. 2 қалады, мына жерде x-тің кубы қалады. Минус мына жерде 3 x квадрат қалды. Минус мына жерде 2 мен 2 қысқарып кеткен кезде түбір асты 3 x қалды. Плюс 0. 0-ді жазбай ақ қояйын, иә. Сонда бізде тең болады. Енді мынаны мен мына түрде жазсам да болады, 2-ден 1 деп, иә, алдына шығарып жазсам 2-ден 1-ді. x куб минус 3 x квадрат минус түбір асты 3 x. Бастапқы мінекей мынадан бәрібір мынадан туындалған кезде мынаны беріп тұр. Бізге басында туындысын беріп қойған, туындысын беріп алғашқы функциясын тапты деді. Мінекей біз таптық. Алғашқы функциясы мынаған тең болады екен ғой сонда. Келесі үшінші есеп. Бізде туындысы болып тұр ғой. Туындысы берілгенде бізге енді біз алғашқы функцияны таптып тұр. fx-ті таптып тұр. Басында қандай болған деп тұр. Соны табуымыз керек. Ол белгісіз де басында қандай болған. Оны табу өте оңай. fx деймізде мынаны қайта жазайық. Мысалы үшін мына жерде 0,6 дегеніміз. Мынаны былай қайта жазайық. f(x) дегеніміз 5x куб минус 0,6 дегеніміз ол 6 бөлінген 10 деген, иә. 6 бөлінген 10. Қысқартып жіберсем 3 бөлінген 5 болады, иә. Онда мына жерге солай жазайын. 3 бөлінген 5, сонда 3 бөлінген 5 болады. x барып 3-ке өтеді, сонда 3x квадрат бөлінген 5 болып тұр, иә, сонда. Қосылған түбір асты 7x минус 4. Бізде осындай берілген. Енді біз осының алғашқы ең басында қандай функция болғанын табамыз. Алғашқы функциясын. Сонда 5 x-тің 3 дәрежесі болған 1-ді қосам, 3 қосылған 1 болады. Бөлшектің бөліміне осыны қайта жазамын. 3 қосылған 1 деп. Келесі азайтылған 3 бөлінген 5. Мына x-тің 2 дәрежесі болған 2 қосылған 1 деймін. Мына жерде көбейту деймін де 2 қосылған 1. Ол 3-ке дейін ғой, 1-ден жазып 3 деп, иә. Қосылған түбір асты 7
x-тің мына жерде бір дәрежесі бар, бір дәрежесін қоссақ ол 2 болады, иә. Мына соны қайтадан мына дәрежесін қайта төмендеп жазамын. Минус. Енді мына жерде мысалға бізде берілсе 4x деп келсе, осының туындысы бізде 4-ке тең болады еді, иә. Түбірасты 7x деп келсе, оның туындысы 7-ге тең болады еді. Демек, мына 7-нің санының қасында біз не дейміз? X бар деп есептейміз. Санның қасында x бар. Келесі қосылған тағы да бір тұрақты сан болуы мүмкін, иә, с дейтін. Енді ары қарай жазатын болсақ, мына бізде 5, x-тің 4 дәрежесі болады, бөлшектің бөлімінде 4 болады. Азайтылған, бізде 5-ке 3 деп өтен 15, немесе қысқартып жіберсек болатын, мына 3 пен 3-ті қысқартып жіберсек 5 қалады мына жерде. 5, мына жерде x 2-ге 1-ді қоссам 3 болады. Қосылған түбірасты 7, x квадрат бөлінген 2 минус 4x плюс с. Сонда бізде алғашқы функциямыз осыған тең екен. fx-іміз ол 5 x-тің 4 дәрежесі бөлінген 4 минус x куб бөлінген 5. Қосылған түбірасты 7 x квадрат бөлінген 2 минус 4x плюс с. С деген бір қандай да сан, еді. Енді бізде осыдан мынандай функция беріліп, одан туындалған кезде мынаған тең болып тұр ғой. Енді қазір мына берілген функцияда мен қайта туындалып, мынаған тең болатын дәлелдеп көрсетейін. f'(x) туындалайын мынаған. Туындалатын болсам 4 алдына түседі, сонда 4 көбейтілген 5 бөлінген 4 дәрежесінен 1 дәрежеден 4-тен 1 дәрежеден 3 қалатын жерде. Келесі азайтылған, мына жерде 3 алдына түседі, сонда 3 алдына түседі, көбейтілген x, мына дәрежеден 1 дәрежеден 3-тен 1 дәрежеден 2 қалады. Бөлшектің бөлімінде 5. Қосылған, мына 2 алдына түседі, 2 көбейтілген түбірасты 7, x-тің дәрежесінен 1 дәрежеден x-тің 1 дәрежесі қалады, стандарт бойынша жазылмайды, бөлінген 2 минус 4x-тің туындысы, x-тің туындысы 1-ге тең, сан 4-ті көбейтеміз, сонда 4 болады. Қосылған 0. Санның туындысы мына с деген сан ғой, санның туындысы 0-ге тең болады, оны жазбай қояйын. Сонда мына 4 пен 4 қысқарған кезде бізде 5x куб қалды. Мына 3 барып x квадратқа көбейтеді, сонда минус 3x квадрат бөлінген 5 болды. Мына жерде мына 2 мен 2 қысқарған кезде плюс түбірасты 7x қалды, минус 4. Бізде қайта мына туындысын алған кезде мынаған тең болып тұр. Ол мына жерде мінекей жазылып тұр, мінекей. Немесе 3-те 5-ке бөлсек 0,6 шығады, мінекей. Мына бізде берілгені f'(x). Мына бізде берілген, бізде алғашқы функциясын табуымыз керек. Олай болса, мына f'(x) дейтінде мен былай жазып алайын. Минус 5 көбейтілген, мына x-тің 3 дәрежесі деген алымына шығаратын болсам, x-тің минус 3 дәрежесі болады, x-тің минус 3 дәрежесі. Өйткені минус 3-тен құтылу үшін, дәрежеден құтылу үшін біз 1 бөлінген x куб деп жазатын едік. Сонда 5 барып 1-ге көбейтіледі. Мына түрде ғой сонда. Мысалға минус 5 x-тің минус 3 дәрежесі. Оны мен былай жазыламын, дәрежедегі минустан құтылу үшін минус 5 көбейтілген 1 бөлінген x-тің кубы деп. Сонда ол 1 барып минус 5 барып 1-ге көбейтеді, минус 5 x-тің кубы қайта шығып тұр. Сонда қосылған x-тің 4 дәрежесі минус 7. Осындай бізде берілген мына функция, біз алғашқы функциядан бір қандай да бір функция беріліп, одан туындалған кезде мынаған тең болып тұр. Енді біз алғашқы функциясын табайық. Олай болса f(x) дейміз, тең болады минус 5 көбейтілген x минус 3. Енді осыған мен қосамын 1-ді. Туындысын тапқан кезде азайтатын ғой 1-ді. Енді алғашқы функциясын табу үшін мына азайтқан 1-ді қайтадан қосуым керек. Өйткені мына жерде басында ол азайтқан 1-ді, енді мен оны қайта қосуым керек. 1-ді қосам, тап осыны мен қайта дәрежесін тап осы астына жазамын. Минус 3 қосылған 1 деп. Келесі қосылған x-тің 4 дәрежесі, оған 1-ді қосам, бөлшектің бөліміне оны қайта жазамын. 4 қосылған 1 деп. Келесі минус, мына 7 санның қасына мен x-ті тіркеп қоямын. 7x. Өйткені мысалға 8x деп келсе, оның туындысы 8-ге тең. 9 түбірасты 7x деп келсе, оның туындысы 7-ге тең ғой, түбірасты 7-ге. Өйткені x-тің туындысы 1-ге тең, оны 7-ге көбейтемін, түбірасты 7-ге. Түбірасты 7 шығады. Сонда мына жерге 7-ге мен x-ті тіркеп қойдым. Өйткені осыдан туындалған кезде бәрібір 7 шығады. Қосылған қандай да бір сан. Енді тең болады, мына жерде минус 5 x минус 3 плюс 1 минус 2. Минус 3 плюс 1 минус 2. Келесі қосылған мына жерде
x 5 дәрежесі, бөлшектің бөлімінде 5. Минус 7x плюс с. Енді осы жерде мына минус пенен мына минус плюсті береді, тең болады. Мына минус пен мына минус плюсті береді, сонда тең болады. Мына жерге мен 5, мына минус пен мына минус плюс болып кетеді. 5 x-тің минус 2 дәрежесі бөлінген 2 қосылған x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 азайтылған 7x плюс с деп жазыламын. С дегеніміз қандай да бір сан. Енді мен мынаны дәрежедегі минустан құтылу үшін мынаны 5 бөлінген 2 көбейтілген 1 бөлінген x квадрат деп жазсам болады. Қосылған x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 азайтылған 7x плюс с. Немесе тең болады. Тең деп жерге жалғастырайын. Мына жерге 5 бар, 1-ге көбейтіледі 5. Мына жерде 2x квадрат болады. 2x квадрат көбейтіліп қосылған x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 минус 7x плюс с. Сонда бізде с деген тұрақты сан. Сонда бастапқы бізде функциямыз мына түрде болып тұр. 5 бөлінген 2x квадрат плюс x-тің 5 дәрежесі бөлінген 5 минус 7x плюс с. Сонда мынандай бізде бір мынаны біз таптық, мынау деген мынаған тең. Сонда мынандай функция берілген, одан туындалған кезде мынаған тең болып тұр ғой. Егер сіз сенбесеңіз, мынаны қайта туындалып көрсеңіз болады. Мына нәрсені қайта береді.